Енді келесі ең соңғы аятымыз алғашқы өткен аяттарымызға тағы да ұқсас иннамен келген аят. Сөздеріне қарайтын болсақ, хабирун сөзі тағы да сыфа мүшәббәһә түрінде немесе сығатул мүбәләға түрінде келіп тұр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин, амма ба'д. Соңғы аятымыз нестағиду билlah инна раббахум бихим яума изилла хабир. Садақаллахул азим. Сөздеріне қарайтын болсақ, хабир сөзі хабара деген етістіктен туындап тұр. Қазіргі таңда бұл етістікте емес, 4-ші бабын қолданамыз көбіне ахбара деп. Яхбуру, ухбур, хубурун, хибратун сөзін қолданамыз қазіргі таңда тәжірибе деген мақсатта. Ал мұнда аятта білу деген мағынада келіп тұр. Хабирун, толық хабардар, толық хабары бар деген мағынада. Хабирун болса еді хабары бар болатын еді. Хабирун толық хабары бар. Жоғарыда да өздеріңіз көргенде шахидун, шадидун деген кезде осы қалыпта келген еді. Мағынасы әшин исім фәғілға қараған кезде күштірек. Яумун сөзі өткен болатын біз күн деп. Яумун плюс из деген есім қосылып дейді, изин болып кетіп тұр дейді. Негізі изин дегенде из артында мудаф илей сөйлемі бар. Сол мудаф илей сөйлемі түсіп қалғандықтан орнына тәнвин келген деп ираб жасайды екен. Яума изин дегенде уақытты білдіргендіктен уақытты білдіретін яума сөзінің өзі мәнсуб көріп тұрсыздар. Ал из сөзі негізі сукун үстінде мәбни, соңында сукуны бар. Алайда кесраны қою себебі артында негізі сөйлем бар деп қаралады екен. Хабирун сөзі көпше түрі хубара, қазіргі таңда хубара деп әдетте специалистер деген мағынада қолданылады. Енді аяттың өзін қайтадан талдауға тырысайық мұнда. Инна раббахум бихим яума изилла хабир. Инна есімді сөйлемге кірет деген болатын біз, Сол есімді сөйлеміз мына сөйлем қыздар. Раббухум хабирун. Қарап отырсаңыздар, бағана әл-инсан деп келді, оған қайтатын замирлерді ху деп келді, мына жерде раббуху демей, раббухум деп көше түрде қолданып тұр. Өйткені мағынасы адамдар, адам баласы деп бүкіл адамдарды алғандықтан көше түрде де келе береді. Раббухум хабирун. Олардың раббысы хабардар. Хабирун өзі харфуджар бимен келетін етістік. Мәфул бихисінің басына би келеді дейікші. Бихим олардан хабардар, олардың не істегендіктерінен хабардар. Қай кезде? Яума изин, сол күнде, қиямет болған күнде, қабірлерден денелері шығарылған, кеуделерде не барса барлығы ортаға төгілген күнде Раббылары барлық нәрседен, яғни қиямет күнінде Аллаху Тағала бар нәрседен хабары бар. Тағы да күшейтуге келетін болсақ, мына жердегі сөйлем екінші сөйлеммен, яғни екінші және үшінші сөйлем арасында не өзгеріс болды, қыздар? Қазір. Так, инна деген болды, қосылып жатыр. Жоқ, мына екеуі арасында. Бихим алдыға. Бихим яума изин, оның екеуі де, мәфул бихисі де, уақыты да алдыға шығарылып жет. Қараңыздар. Уақытқа да, значит, бұл жерде ударение бар, и мәфул бихисіне де. Сендердің ол күнде бар істегендерінен хабардар. Дегенде, біз оны дауыспен білдіреміз, да? Яда Раббыларың хабардар, сендердің не істегендерінен ол күнде дейтін болсақ, яда сендерден хабардар дейтін болсақ, біз әдетте наоборот сөйлемнің құрылысын өзгертіп, біз керіге жіберіп айтамыз. Қараңыздар, қазақшада Раббыларың сендердің ол күнде істегендерін, сендердің істегендерінен ол күнде хабардар, хабардар дегенде біз ең соңға қоямыз ғой, қазақшада нормальный сөйлемде. Ал құрылысын өзгертсек, бізде қазақшада да мағынаны күшейттік деп қараймыз. Раббыларың хабардар сендерден ол күнде деген сияқты тәртіппен айтқан боламыз да. Одан кейін басына тағы да не келіп тұр? Инна. Инна келгенде Раббу сөзінің соңы Рабба деп пәтхаға өзгерді.
Хабардың басына не келді? Тағы да ләм келді. Шаддамен берілу себебі мына алдына ұрып жеріп оқу үшін. Негізі мына зин деген сөз өзі зи, ны деген сөз ғой. Нун артынан ләм келгенде екеуі бірігіп идғам етіліп кетеді ғой. Зил деп оқылып кететін болғандықтан яума изилла хабир деп шадданы қою себебі осыған байланысты. Тәпсіріне келетін болсақ, тәпсірінде инна раббахум бихим фи заликал яум, ол күнде, яғни إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور لخبير. Бұл нені білдіреді? Ла яхфа алейхи, оған жасырын емес. Мин әмри ибадихи, құлдарының жасаған істерінен шайун, еш нәрсе. Яғни бір нәрсе, құлдарының істегендерінен ешбір нәрсе оған жасырын қалмайды. Аллахтан еш нәрсені ешкім жасыра алмайды. Уасаюджазихим, және де ол оларға жазасын береді. Аля зәлик, сол істеген істеріне қарай деп тәпсір берілген екен. Ирабына қарайтын болсақ, тағы да инна харфун насих деп айтуымыз, яда насип деп айтуымыз жеткілікті. Мынаның ұзын ираб жасап отырудың керегі жоқ. Мәбни деген өзгермейді ғой бұлар. Соңы фатха болғандықтан алал фатхи. Сөйлемде бір қызмет атқармағандықтан тек мағынаны үстейтін және де харакатты өзгертетін әріп қой. Сондықтан ла махалла минал иғраб дейміз. Алып тастайық. Рабба екі сөзден құралып тұр. Бірі рабба плюс хум ғой, раббахум. Исму инна дейміз. Иннадан кейін келген сөзі уже мүбтада деп айтпаймыз. Мансуб, табыс ептігінде келіп тұр. Біл фатха. Уа раббун мудаф. Раб сөзінің өзі мудаф, өйткені артынан мудаф илейх замир келіп тұр. Әл-ха дамир, ху дегендіктен дамирун аля дамми деп қарайды. Даммамен сақталған, даммамен соңы сақталған деген ғой, біз оны алып тастап жүрміз. Фи махалли жарри мудаф илейх, мудаф илейхтің орнында тұр. Уәл мим көпшілікті білдіреді. Сондықтан мим, біз қазіргі таңда үйтіп айтпаймыз, хум замир деп кете береміз біз. Хум мәбниун аля дам деп қазіргі қарапайымдандырған ирабтары да. Ал негізі ол жердегі ма көпше түрде білдіріп тұрған мем. Бихим деген кезде де би плюс хим ғой. Әлбә харфу жар. Әлха тағы да хи кәсірмен келіп тұр дейді. Оны айтпаймыз дейді біз мәбниді алып тастайық. Фи махалли жар, өйткені исм мәжрурдың орнында тұр ғой. Мем көпше түрде білдіріп тұр. Ал жар ва мәжрур мутааллиқани хабирмен байланысты. Көрдіңіздер ма? Сондықтан біз жаңа аятта хабирмен байланысты болған харфу жар алдыға шығып кетіп тұр ғой. Ударение ғой, значит. Түсіндіңіздер ма? Оған қоса уақыты да алдыға шығарып кетті. Өйткені яума деген де хабирмен байланысты, яда алдындағы буасира хуссиламен байланысты дейді. Ирабына қарайық. Уа изин исмун мәбни аля сукун, негізінде сукунмен мұқаддар бар деп саналатын. Ле шуғлил махалли битануинил ауди айуади деп айтамыз. Орнын басатын, бір нәрсенің орнын басатын, орнын толтыратын тәнуинмен келтірілген депті. Фи махалли жарри мудаф илейх. Мудаф илейх дейтіні яум плюс изин ғой, қараңыздар. Изафеттік тіркес бар деп қаралады. Уаттануин айуадун яда аудун ан джумлатин махзуфа, түсіп қалған сөйлемнің орнында тұр. Яума из, қараңыздар. Яума из бу'сира ма фил қубур ва юхассал ма фил судур деген мағынада келіп тұр. Еді біз өткен шақта бу'сира ма фил қубур ва хуссила ма фил судур дедік. Сонда яум деген сөз яум деген изге мудаф болып тұр, а из деген сөйлемге мудаф илейх болып тұр. Бірақ мына сөйлем түсіп қалғандықтан дейді, сукунның орнына тәнвин қойды деп қаралады. Ла хабир деген кезде тағы да ла плюс хабир ғой. Ла плюс хабир. Ләміз әлләм әл-музахлақа, жылжымалы музахлақа. Хабир хабару инна марфу биддамма. Вал джумла бұл сөйлем ta'lil, себеп дейді. Ли маф'ул я'лам, я'ламның маф'ул бихисінің себебі әл-махзуф ла махалла лаха минал и'раб. Яғни олар білмей ме мынандай кезде, мынандай болған нәрселерді
шын мәнінде Алла олардың істегендерінен хабардар. Бұл жерде тағлил деп айту себебі Құранның аяттарында көп жерде иннаху кана тауабан деп келген кезде лианнаху деген ол жерде бір ли деген харфу жар бар, түсіп қалды. Өйткені олардың Раббысы бар нәрседен хабардар деген мағынаны білдіреді деген мақсатта тағлил деп мына жерде себепті білдіретін сөйлем деп берілуі соған байланысты. Бұл Адият сүресі қыздар. Кешегі видеоларды Құдай қаласа бүгін жүктеймін кешке, уже монтаждалды дедім. Қайта уақыттарыңыз болған кезде қарап, сөздерді білем ба? Мысалы, жеке мына мәфис судур, жүректегі нәрселер, көкіректегі нәрселер. Мәфил құбур, қабірдегілер, қабірдегі нәрселер, қабірдегі мәйіттер деген сияқты. Жеке сөздерді білем ба деп. Кәнудun, өте нашүкір, тым шүкір етпейтін, жақсылықты білмейтін. Шәһид, куә, тым куә, мағынасы күшейтілген. Шәдид, өте күшті, байлықты жақсы көруде сондай қатып қалған жаңағындай. Сараң, неге деген байлыққа деген махаббаты өте күшті, алайда баратын жері қабір, сол қабірлерден денелері шығарылған кезде, кеудесіндегі жасырған нәрселері ортаға төгілген кезде не болатынын бұл адам баласы білмей ме? Шын мәнінде Алла Раббылары ол күнде олардың бар істеген амалдарынан хабардар. Бұл сүреге байланысты сұрақтарыңыз бар ма, қыздар? Қазір бисмилlah Зілзал сүресін өтеміз. Бір нәрсе, сұрақ ретінде дұрыс түсініп жатырмын ба? Мына түсінемін де, мен әфәлә я'ламу иза деген, егер осындай қабірді шығарған кезде, онда осындай болады, екі аят ары қарай түсіндіріп жатыр да, уже Аллах Тағала біледі деген нәрсе, егер осындай болса, осындай болады. Шығарылған кезде, иза шығарылған кезде, екеуі де шығарылған, денелері қабірден шығарылған кезде, кеуделеріндегі бар ниеттері, ойлары, барлық сенімдері жүректерінен ортаға төгілген кезде білмей ме адам баласы? Нені десеңіздер, Аллаху Тағаланың өздеріне жаза беретіндігін. Мәфул бейсі түсіп қалған. Түсінікті ме? Содан кейін айтады, ең соңында енді жинақтайды да, білмей ме деген кезде шын мәнінде Раббылары олардың ол күнде, ондай қиямет күнінде не істегендерінен хабардар. Яғни еш